Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Ілияс Есенберлин көшпенділер трилогиясы. Төртінші тапсырма. Мәтінді түсініп оқы. Қою әріппен жазылған сөздердің мағынасын анықта. Шыңғыс ханның өсиеті. Ел билеу. Бұл Мансап Қоржанның ұлы тілегі. Әбілқайыр ханның ойына Шыңғыстың ел билеу жөнінде балаларына айтыптымыз деген қағидасы түсті. Ұлы хан жаулап алған жерін 4 ұлысқа бөліп 4 баласына беріпті. Сол мәжілісте әкесінен өсиет естігісі келген үлкен ұлы Жошы, ұлы мәртебелі, әлем әміршісі, хан қандай болу керек деп сұрапты. Шыңғыс: хан халқының көңілін табу үшін ақылды, мінезі күн шуақты, ал халқы оның көңілін табу үшін тақымды болу керек деп жауап беріпті. Шыңғыстың екінші баласы Жағатай: ханды қайткенде халқы сыйлайды деп сұрапты. Шыңғыс хан: халқың сыйласын десең, тағыңнан түспе деп жауап беріпті. Шыңғыс ханның үшінші баласы Үгедей: хан қайткенде тағынан түспейді деп сұрапты. Шыңғыс хан: маңына өзінен ақылы төмен, бірақ құлқы өзінде адамдарды жинай білсе, сол хан тағында ұзақ отырады деп жауап беріпті. Шыңғыстың төртінші баласы Төле: қандай хан абыройлы болады деп сұрапты. Шыңғыс хан: ойынан шықпаған туған баласында бауыздай алатын хан әрқашанда абыройлы болады деп жауап береді. Шыңғыс ханның осы 4 ақылын алған 4 баласы өле-өлгенше абыройлы хан болып өтіпті мыс. Ілияс Есенберлин көшпенділер трилогиясынан үзінді. Айтылым тапсырмасы. 5-ші тапсырма. Сұрақтарға ойланып жауап беріңдер. Бірінші сұрақ: Шыңғыс хан туралы не білесің? Екінші сұрақ: оның ұлдары туралы не білесің? Бағалау парағы. Мәтінді түсініп оқиды 1 ұпай, қою әріппен жазылған сөздердің мағынасын анықтайды 1 ұпай, сұрақтарға жауап береді 2 ұпай, төл дыбыстарды орфоэпиялық нормаларға сай айтады. 7-ші тапсырма. Ханның Жағатайдың сұрағына берген жауабын теріске шығар, ойыңды дәйекте. Үлгі: ханды қайткенде халық сыйлайды деген сұраққа берген жауабымен келіспеймін. Себебі халық сыйлау үшін тақтың керегі жоқ. Ол үшін адам қандай болу керек екендігін көп нүктенің орнына жазып, ойыңды дәйектеп айтып бересің. Бағалау парағы. Ханның Жағатайдың сұрағына жауап берген теріске шығарады 2 ұпай. Өзінің ойын дәлелдей алады 2 ұпай. Сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтайды 1 ұпай. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.